Насима, Қазақстанда әрбір бала неге құқылы? Қазақстанда әрбір бала қамқорлыққа, дәрігерлік көмек алуға, отбасында өмір сүріп тәрбиеленуге, білім алуға, ақпарат алуға және де есім мен құжат алуға құқылы. Нұргүл, отбасындағы баланың құқығы жайлы не айтасың? Отбасындағы баланың құқығы туралы мен бала үшін биологиялық ата-ананың қамқорлығы аса қажетін туралы айта аламын. Егер де ата-аналары жоқ болса, баланы мүмкіндігінше бағып қағумен туыстары айналысуы керек. Ал егер де туыстар арасында баланы орналастыруға мүмкіндігі болмаса, ондай жағдайда өзге отбасыларының баланы асырап алу дұрыс болмақ. Бар мүмкіндігінше әр бала отбасында өмір сүруге және тәрбиеленуге құқылы. Бала өз ата-анасымен және басқа да туыстарымен отбасымен тұруға, олармен қарым-қатынас жасауға құқылы. Бала өз ата-анасын тәрбиесін алуға, олардың қызығушылықтарын, жан-жақты дамуын қамтамасыз етуге, оның адам қадір қасиетін сыйлауға құқылы. Заңда баланың қандай міндеттері қарастырылған? Әрбір бала Қазақстан Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандығын, ар-ожданы мен қадір-қасиетін, республиканың мәдениеттік нышандарын құрметтеуге, еңбекке жарамсыз ата-анасына қамқорлық жасауға, тарихи және мәдени мұраларының сақталуына іс-әрекет жасауға, тарихи және мәдени ескерткіштерін сақтауға, табиғатты сақтауға және табиғи байлықтарға ұқыпты қарауға міндетті. Жұлдыз, Қазақстанда әрбір бала өзінің құқығын білдіру барысында неге құқылы? Бала өз мүддесіне қатысты кезінде отбасылық мәселелерді шешу кезінде өз пікірін еркін білдіре алады. Мәселен, қандай мектепте оқу, жазғы демалысты қайда өткізу тағы да басқа. Құқықтар туралы конвенцияға бойынша әр бала өзінің даралығын сақтауға міндетті. Мәселен, даралыққа баланы аты жөні тегі жатады. Баланың атын әке-шешесі қойылға міндетті. Алайда бұнда шектеулер бар. Мысалға, әке-шешесі өзінің құқықтарын қолданып, балаға елге ұят қалдыратын ат қоя алмады. Және де ұлттық дәстүр бойынша баланың әкесінің есімі баланың атының қасына жазылады. Әке-шешесінің қалауы бойынша әкесінің атына ұлы немесе қызы деген жалғаулар қосылады. Егер де баланың әкесі белгісіз болса, онда тегіне анасы жазылады. Әрбір баланың аман-сау өсіп жан-жақты дамуына, өмірге келе салысымен өзіне есім және азаматтық алуға, әрбір баланың өз отбасында ата-анасымен бірге өмір сүруге және де мәдени демалуға, өз ой пікірін еркін түрде айтуға, ар отан және дін еркіндігіне, өз қалаған спорт түрімен және емделуге